қалаға барып зиярат ету мұсылманның зор арманы. Сондықтан ежелден ата-бабамыз қал-жағдайы, қаражаты және денсаулығына қарай бұл қасиетті қаланы зияраттап өзінің мұсылмандық бес парызының біреуін атқарып отырған. Алайда басқа дін иелерінің ислам дініне өткен кезінде арабтар ар-намысына қоса ар-ожданын да қосып бере салғанға ұқсайды. Бүгінгі күнде Шығыс Түркістан елінде жүздеген мешіттер қиратылып, мыңдаған Құран кәрімдер мен жайнамаздар өртеліп жатқанда, перзентіне мұсылманша есім қою тыйым салынып, аузынан Алла деген сөз шықса түрмеге қамалып, мұсылман қыздарын дінсіз қытайларға мәжбүрлеп қатындыққа беріп жатқанда, арабтардың қытайларды қолдап жатқандығы бізді осындай қорытынды жасауға мәжбүрлеп отыр. Шығыс Түркістанның ахуалын терең зерттеп жатқан Америкадағы адам құқығы бойынша ұйымдары мен жеке зерттеушілердің мәліметтеріне сүйенсек, тек соңғы осы жылдардың өзінде 12 мың араб Қытайға барып ішкі ағзаларын ауыстырған. Ағза ауыстыруда бізге арабтардың қойған талаптары мәлім. Олар біріншіден ағзаға алынатын адам сөзсіз мұсылман болу шарт. Екіншіден наркоз берілбеуге тиіс. Өйткені наркоз берілген адам ағзасы радиациямен зақымданады. Демек адам ағзасы тірідей алыну шарт. Осыдан кейін арабтарды қалайша мұсылман деп атай аласыз? Енді мына дәлелдерге назар аударайық. Жақында бүкіл әлеуметтік торларда мұсылмандардың қадірлі қаласы Меккеде Әл-Харам мешітінде, яғни Қағбаны зияраттап жүрген қытайлар туралы видео тарады. Құран кәрімде айтылғандай, ислам дінінен басқа діндегілер мен дінсіздер бұл орынға кіру шектелген. Аудармашы араб олардың ислам дінін қабылдағанын тек біреуінің ғана қабылдамаған хабарлап отыр. Онда қабылдамаған Қытай не істеп жүр? Қалған